Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай құймақтан жасалатын өте дәмді торт әзірлейтін боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құймақтарды әзірлеу үшін бізге 2 жұмыртқа, 200 мл сүт, 200 мл қайнаған ыстық су, 200 грамм ұн, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық какао қажет болады. Тереңдеу ыдысқа шым-шым тұз бен 2 жұмыртқаны салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Егер венчик болмаса, шанышқының көмегімен араластыруға да болады. Одан кейін массамызға 2 ас қасық қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, осы массаны қант ерігенше жақсылап араластыруға кеңес беремін. Одан кейін 200 мл сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Келесі кезекте массамызға ұнды салуға кірісеміз. Ең алдымен ұнға 1 шай қасық қопсытқышты, 1 шай қасық какаоны салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып електен өткізе отырып, массамызға саламыз. Ұнды 3 бөлікке бөліп салуға кеңес беремін. 1 бөлігін салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Қайтадан екінші бөлігін салып, осылай процесті жалғастырамыз. Достар, сіздерге де осындай тортты жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болады. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мінекей біз ұнның барлық бөлігін қосып болдық. Келесі кезекте қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суды да 2 бөліп құямыз. Міне мен 1 бөлігін құйдым, жақсылап араластырып болғаннан кейін екінші бөлігін құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, біздің массамыз біркелкі болып араласқаннан кейін 2 ас қасық сұйық майды құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді құймақтарды пісіруге кірісеміз. Қызып тұрған тапаға осылай 1 шөміштен құя отырып, 2 жағын алмастыра отырып пісіріп аламыз. Достар, осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет, өте дәмді және құймақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Осындай құймақтарды пісіріп алып, торт жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болады. Достар, егер сіздерде құймақтарды пісірудің басқаша рецепті болса, комментарий бөліміне бөлісулеріңізді сұраймын. Менің оқырмандарымның арасында какаоны ұнатпайтын адамдар болса, какаоны қоспай-ақ кәдімгідей құймақтарды жасауға да болады. Сол құймақтардан да тортты жасасаңыздар, өте керемет, дәмді болады. Достар, мінекей біздің құймақтарымыз дайын. Келесі кезекте торттың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 20% қаймақ және сгущенка қажет болады. Сгущенкаға қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай қасықпен немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Достар, бұл кремнің орнына клейгей мен сүзбелі ірімшікті немесе өз нұсқаларыңыздағы кез келген кремді қолдануға болады. Кремді дайындап болғаннан кейін тортты жинауға кірісеміз. Осылай кольцоның ішіне құймақтарды салып, 2 ас қасықтан кремді сала отырып, толықтай жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Кольцо болмаса, құймақтардың өзін жинай беруге де болады. Достар, сіздерге де осындай тортты жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Мен бірнеше уақыттан бері жоспарлап, енді ғана жасадым. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, артылған креммен торттың бетін, жиегін осылай шпательдің көмегімен немесе пышақпен әдемілеп тегістеп шығамыз. Үйде бар заттармен, кез келген жемістермен, жидектермен, шоколадтармен бетін әсемдеп, міндетті түрде 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойған дұрыс. Өйткені кремі әбден сіңуі қажет. Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, комментарий бөліміне кез келген смайликтерді қойып, бағалап кетулеріңізді сұраймын. Мінекей, торт өте дәмді және керемет. Сіздер де жасап көріңіздер.